Қайырлы күн, құрметті трейдерлер. Бүгін 2026 жылдың 8 маусымы дүйсенбі және жаңа сауда аптасы әлемдік қаржы нарықтарына құбылмалықтың күшеюімен басталуда. Дәл осы аптада болған жаңалықтарды сіздермен бірге талқылап өтетін боламыз. Менің есімім Алишер Утамбаев. Күнделікті брифингке қош келдіңіздер және жаңа апта мінекей мынандай оқиғалармен басталуда. Жұмыссыз қалу индекстарының деңгейлерін шолып өтетін боламыз. Бүгінгі күні бұл деректер жарияланатын болмақ, яғни біз көріп отқандай Канада өңірінде және Америка құрама штаттарында дәл осы деректер жалпы жарияланатын болмақ. Бірінші жалпы жылдың бөлігіндегі ішкі ЖУ көрсеткіші, яғни біз айтатындай ВВП көрсеткіші Еуропада жарияланатынын көріп отырмыз және 12:30 GMT уақытымен бойынша Америка құрама штаттарында онымен қатар жалпы есебімен басқа да деректер жарияланатын болады. Бұл деректердің барлығы әрине де өз ықпалын нарыққа тигізетіні сөзсіз анық. Өткен демалыс күндері инвесторлар бірнеше маңызды факторға назар аударды. Олардың қатарында ақш долларының нығаюы, мұнай бағасының өсуі және ақш федералдық резервтік жүйесінің болашақ қадамдарына қатысты күтулердің өзгеруі. Соңғы күндері күндердің басты оқиғасы ақш еңбек нарығы бойынша жарияланған күшті статистика. Мамыр айында Америка экономикасында шамасымен 172 мың жаңа жұмыс орны құрылғаны белгілі болды. Бұл көрсеткіш нарық күткен деңгейден жоғары шықты және инвесторларды ақш экономикасының жағдайына қатысты болжамдарын қайта қарауға мәжбүр етті. Бірнеше апта бұрын көптеген сарапшылар федералдық резервтік жүйесі жыл соңына қарай пайыздық мөлшерлемелерді төмендете бастайды деп күтсе, жағдай қазір өзгеріп келеді. Кейбір нарық қатысушылары инфляциялық қысым қайта күшейген жағдайда мөлшерлемелердің ұзақ уақыт жоғары деңгейде сақталуы мүмкін екенін, тіпті қосымша қатаңдату ықтималдығында талқылай бастады. Осы жағдай аясында DXY доллар индексі қайтадан 100 пункт деңгейіне жоғары көтеріліп, соңғы 2 айдағы ең жоғары көрсеткіштерге жақындады. Бұл валюта нарығы үшін маңызды белгі болып саналады, өйткені күшті доллар әлемдегі көптеген валюталарға қысым көрсетеді. Біз көріп отқандай, дәл сол баяғы рекордтық көрсеткіштерге жақындап келе жатыр дәл қазір доллардың көрсеткіштері, бірақ енді қысқа мерзімді тенденцияны алатын болсақ, бұл ұзағынан созылады дегенге сену қиындау. Сонымен қатар енді еуро және доллар жұбы туралы әңгіме қозғайтын болсақ, еуро жаңа аптаны әлсіз позицияда бастауда. Бұл жұп бірнеше апталық минимумдарға жақын саудаланып жатыр. Инвесторлар Еуропалық орталық банк пен федералдық резервтік жүйесінің саясаты арасындағы айырмашылыққа ерекше назар аударып отыр. Егер ақштағы мөлшерлемелер ұзақ уақыт жоғары деңгейде қалса, ал Еуропада экономикалық өсім баяу болса, еуроға қысым сақталуы мүмкін деген ой пікірлер бар. Бірақ жаңа айтып өткендей, қысқа мерзімді перспективалар талқылайтын болсақ, біз енді әрмен қарай өсім болады деген сенімдеміз. Дәл осыған ұқсас жағдай жалпы есебімен айтқанда Ұлыбритания фунтында да байқалып жатыр екен. Фунт доллар жұбы бір мезгілде екі фактордың қысымына ұшырап отыр. Бір жағынан доллар күшейіп жатыр, екінші жағынан айтатын болсақ, Еуропадағы экономикалық белсенділіктің баяулауына қатысты алаңдаушылықтар сақталуда. Соған қарамастан нарық Англия банкі мөлшерлемелерді төмендетуге асықпайды деп есептейді. Бұл фунтқа белгілі бір қолдау көрсетуде. Бүгінгі күннің басты драйверлерінің бірі мұнай нарығы болып жатыр. Оны да айта кететін боламыз, бірақ жалпы есебімен бұл болжам бізде фунт пен долларға да қатысты болып сақталады. Демалыс күндері таяу шығыстағы жағдайға байланысты тәуекелдердің күшеюі мұнай бағасының көтерілуіне себеп болғанын айта кетейік. Дәл қазір мінекей біз көріп отқандай 95-78 деген көрсеткіштердің маңайында WTI маркалы мұнайы және нарық қатысушылары өңірдегі негізгі тасымалдау бағыттары арқылы мұнай жеткізімдерінің тұрақтылығына алаңдаушылық білдіруде. WTI маркасы мұнайы нәтижесінде 94-95 доллар аралығына көтерілгенін көріп отырмыз. Бұл соңғы бірнеше айдағы ең жоғары деңгейлердің бірі болып отыр.
мұнай бағасының өсуі, онымен қатар әлемдік экономика үшін де маңызды салдарға ие болатынын есте сақтау қажет. Энергия тасымалдаушылардың қымбаттауы инфляцияның төмендетуінің баяулатуын мүмкін. Бұл өз кезегінде орталық банктердің жұмысын қиындатады және пайыздық мөлшерлемелердің жоғары деңгейде ұзақ сақталуына ықпал етуі мүмкін. Сондықтан мұнай бағасы өсуі қазіргі жағдайда доллардың позициясын қосымша күшейтетін факторлардың бірі болып жатыр. Сарапшылар мұнай қорларының жағдайында бақылауда ұстап отыр. Кейбір бағалаулар бойынша жалпы есеппен бірқатар елдерде коммерциялық мұнай қорлары қысқарып келеді, ал жеткіліксіздерге қатысты белгісіздік сақталуда. Онымен қатар келесі біз талқылайтын тақырыптарға көшкенге дейін енді қысқа мерзімді перспективаларды айтатын болсақ, бұл жерде де дәл сол DXY-ға ұқсас жағдай болады деген ой пікірлер бізде бар. Канадалық үшін канадалық доллар үшін, яғни айта кететін болсақ, қалыптасқан жағдай аралас әсер беруде. Әдетте мұнай бағасының өсуі канадалық валютаны қолдайды, өйткені Канада әлемдегі ірі энергия экспорттаушыларының бірі болып саналады. Алайда қазіргі жағдайда ақш долларының нығаюы мұнай факторынан да күшті болып қалуы мүмкін. Сондықтан америкалық және канадалық доллар жұбы трейдерлердің ерекше назарында қалып отыр. Көреміз енді қай фактор күштірек болып шығатынын, бірақ жалпы есебімен айтқанда канадалық доллар әзірге кішігірім өсім көрсетіп жатыр. Әсіресе америкалық долларға қатысты дәл осы жұп барысында әрмен қарай болатын жағдайларда күтеміз, енді талқылайтын боламыз. Азия нарығында негізгі назар доллар және жапониялық иена жұбына аударылған. Америкалық облигациялар кірістілігінің өсуі жапониялық иенаға қысым көрсетуді жалғастыруда. ақш пен Жапония арасындағы пайыздық мөлшерлемелер айырмашылығы әлде өте жоғары деңгейде қалып отыр. Бұл инвесторлардың долларды таңдауға ынталандырады. Сонымен бірге нарық қатысушылары Жапон билігінің мәлімдемелерін мұқият бақылауда. Өйткені иенаның шамадан тыс әлсіреуі жағдайында Жапония билігі валюта нарығына араласуы мүмкін деген пікірлер қайта күшейе бастады. Көреміз енді. Әзірге біз айтып отырғандай, бұл жай ғана сөздер деңгейінде қалып жатыр. Сондықтан әрмен қарай өсу көрсеткіштері де болуы мүмкін деген ой пікірлер бар. Онымен қатар енді қор нарықтарына да жалпы тоқтала кететін болсақ, жаңа апта сақтық көңіл күймен басталды қор нарықтарында. Соңғы айларда жасанды интеллект тақырыбы қор нарықтарының негізгі өсу драйверіне айналған болатын. Алайда қазір инвесторлардың бір бөлігі технологиялық сектордағы табыстарын жалпы фиксациялай бастады. Нарықта кейбір компаниялардың бағалануы тым жоғары болуы мүмкін деген пікірлер жиілеп келеді. Сондықтан технологиялық акциялар сегментінде құбылмалықтың артуы байқалуда. Ал келесі тоқтала кететін нарық, ол әрине де алтын нарығы екенін айта кетейік. Достар, алтын нарығында да қызықты жағдай қалыптасып отыр. Дәл қазір бір жағынан геосаяси тәуекелдердің өсуі алтынға деген сұранысты арттырады, ал екінші жағынан доллардың нығаюы және америкалық облигациялар кірістілігінің жоғарылауы алтын бағасының өсуін шектейді. Сондықтан бағалы металл қарама-қайшы фактор ықпалында қалып отыр деген ой пікірлер бізде бар. Десе де қысқа мерзімді айта кететін болсақ, бұл жерде де өсім көрсетілуі тиіс деген ой бізде жалпы сақталады. Қорытындылай келем, жаңа апта инфляция және пайыздық мөлшерлемелердің тақырыбын қайтадан бірінші орынға шыққанын көрсетуде. Инвесторлар қазіргі уақытта маңызды сұраққа жауап іздеуде. Әлемдік экономика шынымен де мөлшерлемелерді төмендету кезеңіне жақындап қалды ма, әлде жоғары мөлшерлемелер дәуірі күткеннен әлде қайда ұзаққа созылады ма? Осы сұрақтың жауабы алдағы күндері доллардың, еуроның, фунттың, иенаның, мұнайдың, алтынның және әлемдік қор индекстерінің қозғалысын анықтайтын негізгі факторлар болады. Сондықтан бұл апта қаржы нарықтарының барлық қатысушылары үшін өте маңызды әрі оқиғаға толы кезең болмақ. Осымен бүгінгі біздің кішігірім шолу аяқталды. Достар, назарларыңызға үлкен рахмет. Форекс нарығында болып жатқан жаңалықтарды жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде Амаркетстің Telegram және Instagram парақшаларына жазылып кетуді ұмытпаңыздар, және біздің YouTube арнамызға да жазылып хабарламаларды қосуды ұмытпаңыздар. Келесі брифинг барысында кездескенше сау болыңыз.